Баршаңызға қайырлы күн, құрметті 7-ші сынып оқушылары, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта 7-ші сыныпқа арналған 3-ші тоқсанның номер 2-ші БЖП тапсырмаларын талқылайтын боламыз. Міндетті түрде арнама тіркеліп алыңыздар, себебі алдағы уақытта пайдалы сабақтар көп болады. Мені жоғалтып алмас үшін колокольчик батырмасын басып қойыңыздар. So let's start summative assessment for the unit Natural Disasters. Жалпы бүгінгі сабақта 7-ші сыныпқа арналған 3-ші тоқсанның номер 2-ші БЖП тапсырмаларын талқылайтын боламыз. Жалпы БЖП тапсырмасы 20 минутқа беріледі. Алғашқы тапсырма reading бөлімінен басталады. Reading бөлімінде сіздерге әдеттегідей мәтін беріледі. Сол мәтін бойынша мәтіннің true немесе false, ақиқат немесе жалған екендігін, астындағы берілген тұжырымдарды ақиқат немесе жалған екендігін анықтап жазу керексіздер. Яғни сіздерге мәтін берілген Haiti ruins after huge earthquake атты мәтін берілген. Бұл мәтін 2 абзацтан тұрады. Міндетті түрде өздеріңіз толықтай түсініп, мазмұнын түсініп оқып алуларыңызға кеңес беремін. Себебі қазір мен уақыттарыңызды алмай бірден жауаптарды түсіндіріп айтып кетейін. Мәтіннің астында 6 тұжырымдарма берілген, яғни 6 сөйлем. Осы 6 сөйлемнің true, ақиқат, false немесе жалған екендігін анықтап жазу керексіздер. Бірінші сөйлем. Most Haitians were having their breakfast when the earthquake hit. It's false. Бұл жалған. Екіншісі. The president's palace was in ruins after the earthquake. It's true. Бұл ақиқат. Үшіншісі. The article says Haiti's president believes 3 million people are suffering. It's false. Бұл жалған. Haiti's ambassador to the US has a good idea of casualty figures. It's false. Бесіншісі. Most Haitians are so poor they live on less than $2 a day. It's true. Алтыншысы. Haiti was hit by 4 different hurricanes in 2008. It's true. Осымен бізде бірінші тапсырма, reading бөліміндегі тапсырмалар аяқталды. Мәтін бойынша берілген тұжырымдамалардың true немесе false екендігін ажыратып жазу. Біріншісі false, екіншісі true, үшіншісі false, төртіншісі false, бесіншісі true, алтыншысы true. Келесі тапсырма бізде speaking тапсырмасы. Choose a question and be ready to answer if after the teacher starts the conversation. Яғни бұл жерде сіздер не жасау керексіздер? Төменде беріліп тұрған сұрақтарды таңдап, оған дайын болыңыздар дейді. These are some rules to this task. Осы тапсырманың ережесімен танысайық. Ask questions if you do not understand what somebody has said. Яғни сіздер бұл жерде төменде беріліп тұрған сұрақтарға жауап беру керексіздер. Learners possible answers. Яғни сізге тапсырманың басына айтылған choose a question. Сұрақ таңдайсыздар, сол сұраққа жауап бересіздер. Астында мына жерде сізге 6 түрлі сұрақ берілген. Осы 6 түрлі сұрақтың ішінен екеуін таңдап жауап берсеңіздер болады. Ал ендеше мен жазған жауапты оқиық. Бірінші сұрақ. What can be done to prevent natural disasters? What are possible preventive measures? Example of an answer. We can't stop natural phenomena from happening, but we can make them less damaging if we understand better why they happen and what we can do to prevent or mitigate them. We can minimize the harm from the natural disaster if we know safety measures, how to act and what to do, where to stay, and etc. when the hazard happens. Екінші сұрақ. How can we help victims of natural disasters? Яғни сұрақтың жауабы. Giving money always helps, but it's not the only thing families can do. Here are the other ways. Donate food or the other items. Check with your local Red Cross chapter, community center, or place of worship to find out what they need. Sometimes charities get too many. Осымен бізде speaking тапсырмасы аяқталады. Мына жерде беріліп тұрған сұрақтардың кез келген екеуін таңдап жауап берсеңіздер болады. Мен алғашқы бірінші және екінші сұрақты таңдап соларға жауап бердім. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Ал мынау осы тапсырманың критериясы. Критерияға сүйене отырып жауап бердім. Сонымен бізде 7-ші сыныпқа арналған 3-ші тоқсанның 2-ші БЖП тапсырмасы аяқталды. Жалпы балл 2
10 балдық тапсырма. Осы БЖП тапсырмасына 10 бал береді. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Өте мұқият назарларыңызды салып отырып жазып алыңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар оқушылар. Сіздерге пайдалы әрі түсінікті болды деген ойдамын. Міндетті түрде арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, пікір бөліміне өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Сіздермен бірге болған Енгол Туб арнасы. Қош сау болыңыздар.